Ассалаумағалейкум, эфирде Қазақстан жаңалықтары, студияда Талғат Дүйсенбек, 25 қаңтар, сейсенбінің басты оқиғаларымен таныс болыңыздар. Аштық салдары Жаңаөзенде наразылық акциясына қатысып жатқан әйел ауруханаға түсті. Ақынмен қоштасу қазақ елі қаламгер Қадыр Мырза Әліні соңғы сапарға шығарып салды. Азияда алауы Өскеменде қысқы қорлық ойындарының басталуына 5 күн қалды. Жаңаөзенде қаңтардың 20-сынан бері аштық жариялап жатқандардың бірі ауруханаға түсті. Бұл туралы наразылыққа қатысушы тағы бірі тұрғын Дәмеш Сарғұлова хабарлады. Оның айтуынша Тамара Ерғазинованың денесі тартыла бастаған. Аштық жариялаушыларды күніне 1-2 мәрте тексеретін жедел жәрдем науқасты ауруханаға алып кеткен. Ерғазинова ол жақта да ас ішуден бас тартып отыр. Қалған 5 әйел аштықты жалғастырып жатыр. Олар Барлау өндіру Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына қарасты кез келген мекемеге отбасынан бір адамның жұмысқа алуын және пәтер кезегінде тұрғандарды баспанамен қамтамасыз етуді талап етіп отыр. Билік өкілдерінен ешкім аштық жариялағандармен әлі кездеспеген. Ол бізбен бірге жалғастырады аштықты. Қажет болса суда ішпейтін боламыз. Шенеуніктерден еш жауап болмаса, біздің обалымыз солардың мойнында кетеді. Біздің қаланың әкімі оның туыстарының айтуынша қаладан қашып кеткен көрінеді. Мәскеудегі Домодедово әуежайында болған лаңкестік жарылыстан қаза болғандардың зардап шеккендердің ішінде Қазақстан азаматы жоқ. Бүгін осындай мәлімдемені Қазақстанның сыртқы істер министрлігі жасады. Кеше кешкісін Мәскеу уақытымен 16:32 шамасында әуежайдың халықаралық теміржолында жарылыс орын алып, нәтижесінде 35-тен астам адам қаза тапты. Олардың ішінде орталық Азиядан Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан азаматтары бар. Шахит болғандардың бет жүзі әлі анықталмаған 9 адам қалып отыр екен. Әзірге соңғы мәліметтерге қарағанда зардап шеккендер саны 100-ден асады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қайғылы оқиғаға байланысты Ресей басшысы Дмитрий Медведевке көңіл айтып жедел хат жолдады. Онда Қазақстан халқының атынан қаза тапқандардың отбасы мен жақындарына қайғырып көңіл айтамын делінген. Ал ішкі істер министрлігі Мәскеудегі терактіге байланысты Қазақстан аумағында қауіпсіздік шарасы күшейтілгенін хабарлады. Әзірге Ресей тергеу комитеті жарылысты террористік акт деп нақты мәлімдеп отыр. Олардың мәліметтеріне сүйенсек, халықаралық терминалға баса көктеп кіріп, өзін-өзі жарған азамат ер адам, ол еуропалық нәсілден. Ал Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл оқиғаға Домодедово әуежайының иесі кінәлі, ол жауапкершілікті мойнына алуға тиіс деп мәлімдеді. Ол ашық жер, адамдар еркін кіре беретін, әрқайсысының бір документі тексеріліп, елшілікке хабарланбайды. Сондықтан әрине болуы мүмкін, сол кезде Қазақстан азаматтары сол жерде болғанда болуы да мүмкін. Бірақ әзірше бізге белгілі мәліметке сәйкес зардап шеккендердің арасында қазақстандықтар Құдайға шүкір жоқ. Қазақстан әскери сотының төрағасы Серік Байбатыровты атқан оның бұрынғы күйеу баласы Руслан Едресов 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол сот үкімімен жазасын қатаң режимде түрмеде өтетін болады. Алайда үкім әлі заңдық күшіне енген жоқ. Естеріңізде болса, өткен жылы тамыздың 23-інде Едресов өзінің бұрынғы қайынатасы Байбатыровты аң шығарумен атып жаралаған болатын. Әскери судья мінген көліктің ізіне түсіп, қатарласа бере атып кеткен еді. Оқиға орнынан із жасырған күйеу баланы полицейлер оны қыркүйектің 19 күні қолға түсірген болатын. Едресов бұл қылмысқа қайынатасымен жер дауласқанынан барғанын мойындаған. Бүгін Алматы жұртшылығы қазақ ұлттық әдебиетінің ұлығы поэзияның саңлағы Қадыр Мырза Әліні жер қойнауына табыстады. Марқұммен қоштасу Мұхтар Әуезов атындағы театрда өткен еді. Анықталып тарихтағы бағамыз, өзімізді қашан іздеп табамыз. Бар қонысын алмай әбден игеріп, жаңа қоныс армандаған бабамыз деп бүгінгі күннің жоғын жоқтаған Қадыр Мырза Әліні жоқтауға бүгін халық көп жиналды. Оның әдебиеттегі үзеңгілесі ақын Темірхан Медетбек марқұмнан қалдырып кеткен мұрасы жайында былайша сыр шертті. Реформа жүргізген ақын. Елдің арман үміті туралы қандай жағдайда осы ұлтты іргелі
елетуге, оның рухын бекітуге, оның бүкіл рухын кәдімгі үлкен бір биікке көтеруде ғажап үлес қосқан ақын. Ол қайталанбайтын құбылыс. Белгілі драматург Дулат Исабеков болса, Қадыр Мырза әлі жайында бүгінгі билік санасатын ірі тұлғалардың бірі еді дейді. 76 жасында бақилық болған Қадырдың қазақ қадірін білмегені қайғы дегенді айтты. Қадыр Мырзалиев әдебиетке о баста келген кезде қазақ сөзінің қадірі аспандап тұрған деп айтуға болатын еді. Алдында ұлы тұлғалар бар еді. Бақытты ақын. Сол қазақ сөзінің қадірін Қадыр Мырзалиев одан да жоғарылатып, шыңға шығарып кеткен ұлы тұлғалардың бірі. Өкініштісі сол қазақ сөзінің қадірі қаша бастаған кезінде соны сезді ме, Қадыр да о дүниеге аттанып кетті. Қадыр Мырза әлі көптеген жыр жинақтарымен қатар Қазақстанның алғашқы әнұранның мәтін жазғандардың бірі ретінде белгілі. Поэзияның пырағына айналған ақынның шығармалары әлемнің бірнеше тіліне аударылған. Ақиық ақын осыған дейін 2 мәрте жүрегі сыр беріп инфаркт алған еді. Соңғы 3-ші мәрте талмас ұстаған ақын жүрегі бұл жолы шыдамапты. Шерния Шағатай, Тоқмолда Құсайынов, Алматы, Қазақстан. Қазақстанның батысындағы Березовка ауылының тұрғындары басқа жаққа көшірілуі мүмкін. Бұл туралы Астанадағы алқа мәжілісінде экология министрі мәлімдеді. Қарашығанақтағы кен орнына жақын орналасқан ауылдың экологиялық проблемалары жетерлік. Енді ол жаймендеп жерге сіңіп барады. Үйлердің іргетастары астында үлкен орлар пайда болған. Тұрғындар мұнай кәсіпорнына жақын тұру өздері үшін қауіпті екенін жоғары сотта дәлелдей алды. Егер метеостанция бір рет болсын қалдық көлемінің шамадан тыс көтерілгенін байқаса, онда тұрғындар заң жүзінде басқа аймаққа көшіріледі. Жергілікті билікпен кен орнының қаражатынан басқа ауданнан немесе Орал қаласынан үй салынады. Министр мәселенің қаржылық жағына ерекше назар аударды. Оның айтуынша Қарашығанақ петролиум оперейтинг мемлекет қазынасына қазірдің өзінде 60 миллионнан астам доллар төлеген. Бас прокуратура қалдықтарды шамадан тыс төгу секілді бірнеше заң бұзушылықты анықтаған. Қазір парламент қарауына экологиялық талаптарды бұзған үшін жауапкершілікті күшейтетін заң жобасы жіберілген. Онда 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру туралы бапта қарастырылған. Одан бөлек үкімет басшысы Кәрім Мәсімов қаржы министріне 1 ай ішінде экологиялық төлемдерді мақсат түрде пайдалануды заң түрде бекітетін түзетулер дайындауды тапсырды. Қазір Қазақстанда қоршаған ортаға улы заттар шығарған үшін алынатын алымдар жергілікті бюджетке кетеді, оны табиғат қорғауға жұмсайтын заң жоқ. Хабарым жалғастырамыз. Қазақстандық кәсіподақтар бюджет қызметкерлерінің еңбек ақысын көтеруді талап етіп жатыр. Ол үшін күнкөріс деңгейінің мөлшерін кем дегенде 2 есеге көбейту керек деп санайды. Бюджет қызметкерлер болса, еңбек ақыны күнкөріске жетпейтінін растап отыр. Кәсіподақтар ұсынысы талқыланған жиынға Берік Түйсенбай да қатысқан еді. Бүгін кәсіподақтар федерациясы бас қосты. Жиынға үкімет мүшелерінде шақырған. Биліктегілерге бюджет саласында еңбектенетіндердің мардымсыз табысын түсіндірмекші. Алайда үкімет қол астындағыларға еңбекті төлеуді 2 еселеуге асықпайды дейді кәсіподақтар. Үкімет қолдамай отыр оны. Үкімет оны әлі 20-20 деген программаға салып, 14 жыл, 15 жылы қарайық, биыл қоя тұрайық, келесі жыл деп әлі созып келе жатыр. Оған біз келіспей отырмыз. Неге десеңіздер, бүгін егер ол күнкөріс деңгейінің мөлшерін төмен ұстап қалғанның өзінде, біз кәсіподақтар өзіміздің еңбек адамдарымыздың жалақысын 2 есе көтеруін талап етіп отырмыз. Бізге көлденең тартып отқан өздерінің сылтауы бюджет қабылданып кетті деп отыр. Биылғы бюджет қабылданып кетсе, келесі бюджетке кіргізуге тырысамыз біздер. Қазақстанда күнкөрістің төменгі шегі $100 сәл асады. Көрші Ресейде ол $190. Тиісінше еңбек ақы есептеудің негізі болып табылатын бұл индекс қазақстандықтардың кедейшілікте өмір сүретінін көрсетеді дейді жиналғандар. Айтуларынша Қазақстанда тауарлар мен қызметтер бағасы жалақымен жарысып өседі. Как только чуть-чуть повышается заработная плата, еңбек ақы сәл ғана көтерілсе болды, бағалар да өсе бастайды. Қазіргі таңда қызметтер мен коммуналдық төлемдер және азық-түлік бағаларының өсімі байқалуда. Товары продовольственные. Дегенмен 14-15 мың теңгенің айналасындағы ең төменгі күнкөріс шегі қалыпты деп санайды үкімет мүшелері. Негізінен азық-түлік өнімдеріне қатысты тікелей есептелетін әдістеме 20 жылдан бері қолданылып келеді деген олар қандай жағдайда түбегейлі өзгеріс болатынын түсіндірді. Если будет принято политическое решение, что действительно күнкөріс деңгейінің құрылымын түбегейлі өзгерту үшін саяси шешім керек. Мәселен, тұтыну бюджетінің ұтымды әдістемесіне көшу, яғни индексті есептеуде азық-түліктен бөлек коммуналдық төлемдер, қызмет көрсетулер, медициналық қызметтерге кететін шығындарды негізге алу қажет. Тек сонда ғана күнкөріс шегі бірден өзгереді. Увеличится единомоментно.
Ал 10 жылдық еңбек өтілі бар Азалия Құмарованың табысы $300 айналасында. Отбасын асырауға, қызмет ақыларын төлеп несиені жабу үшін 45 мың теңгені құрайтын еңбек ақысын үнемдеуге тура келеді. Мы социально не защищены. Во-первых, почему? Потому что біз әлеуметтік қорғалмағанбыз, өйткені біздің жұмысымыз үлкен тәуекелмен байланысты. Психикалық салмақ ауыр, сондықтан біз моральдық және қаржылық қолдауға мұқтажбыз. И получать какую-то моральную и материальную компенсацию за это. Кәсіподақтар федерациясы болса бюджет қызметкерлеріне шенеуніктермен келіссөзге отырып, еңбек ақы мәселесін талқылауды ұсынуда. Ішкі жалпы өнім жан басына шаққанда $8 мың келетін Қазақстандағы орташа жалақы небары 77 мың теңге. Бюджет саласындағылардікін айту ұят дейді кәсіподақ мүшелері. Берік Дүйсенбай, Талап Жакупов, Астана, Қазақстан. Ауырған үшін кінәлісің. Бүгін Алматыда Аман Саулық қоғамдық қоры осындай тақырыппен қоғамдық тыңдау өткізді. Ұйымның сенім телефонына 3 жылда дәрігерлер салғырттығына байланысты 11 мың адам шағымданған. Бұл мәселені шешудің қандай жолдары ұсынылғанын Инга Иманбай біліп қайтқан еді. Бұл мәселедегі 3 жылдық зерттеудің нәтижесі жан түршіктіреді дейді Аман Саулық қоры жетекшісі Бақыт Түменова. Ол проблеманың ушығып кетуі медицина саласындағы реформалардың дұрыс жасалмауында деп есептейді. Түменованың пікірінше, денсаулық сақтау министрлігі жыл сайын үкімет ақшасын шетелдік қымбат жабдықтар сатып алуға ғана жұмсайды. Ал дұрыс кадр дайындалып, олардың жағдайы жасалмай, науқастарға дұрыс қызмет көрсетілмейді дейді ол. Сондықтан жиын соңында қарар қабылдап, билік өкілдерін бұл саладағы берекесіздікті шешу мақсатында қоғамдық күштермен бірігіп жұмыс істеуге шақыратындарын айтады. Менің көңіліме келетін нәрсе, енді өзімді бұрынғы дәрігермін, қақ жартысынан көбі болмауы керек еді. Көбінесе мына дарақылық, сөйлеу, дұрыстап ауруларды қабылдамайды, сапалы көмек ала алмайды. Екіншіден, жаңағы ақшалат, оны көбі қорқат айтуға. Қоғамдық тыңдауға дәрігерлер салғырттығынан зардап шеккендер де келді. Солардың бірі жуырда өзіне операция жасаған дәрігермен соттасқан Дмитрий Данилов. Оған хирург Әділ Кеділбаев ота жасап, өт жолын алып тастау керек болған. Операция сәтті жасалды деп оны ауруханадан шығарады. Бірақ көп ұзамай науқас қайта ауыра бастайды. 2 айдан кейін оның өті орнында болып шыққан. Ол бұл жағдайда Взгляд газетінің журналистіне айтып, басылым бетінде мақала жарық көреді. Ал дәрігер өзіне жала жапты деген желеумен газетті де, науқасты да сотқа беріп, ең қызығы жеңіп шығады. Енді сот шешіммен редакция хирургке $102 мың, ал Дмитрий Данилов $340 төлеуі тиіс. У меня постоянные боли. Қатты ауырсынып жүрмін, ауру толастар емес, дәрі ішіп жатырмын, көмектеспейді. Ота жасаймыз деп уәде берді. Дәл сол дәрігер қайтадан жасамақшы. Ал мен енді оған әрине сене алмаймын. Ал хирург өз кінәсін мойындамайды. Маған жала жабылды деген пікірде. Бұл іс бойынша тексеру жүргізген комиссия менің іс әрекетімнен қателік таппады. Менде барлық құжаттар бар. Ал газетте шыққан мақалада маған жала жабылған. Тельманның 63 жылғы кітабын қолданды деп айыптайды. Ал ол кітап Ресейдің медицина саласында қолданатын ең үздік кітаптардың бірі. Дмитрий Данилов және Взгляд газетінің редакциясы сот шешіміне шағым түсіруді көздеп отыр. Қоғамдық күштердің араласуымен алғашқы сот шешімін жоққа шығарсақ дейді. Инга Иманбай, Тимур Акчурин, Қазақстан. Шымкент қаласының тұрғыны Амангүл Күмісбек сапасыз жылуға ақша төлемеудің жолын біледі екен. Бүгін ол монополистерге жем болмаудың жолымен жергілікті тұрғындармен бөлісті. Аймақтық тілші Мира Мүсілім хабарлайды. Жылдар бойы жылуға жарымай күн кешудің азабын тартқан Аманқұл Күмісбек соңғы 2 жылдан бері жергілікті жылу берушілермен соттасуда. Оның айтуынша, монополистер үшін халықтың бейқамдық танытуы ыңғайлы. Тұтынушылардың сауатын арттыруға бел буған азамат жылу берушілерге жем болмаудың бірден-бір жолы соттасу деп біледі. Шымкент қаласындағы жылу сапасын нашарлық халықтар біледі. Жергілікті атқарушы органдар да, құқық органдар да біледі. Үшінші жергілікті басшылары өздері ресми хаттарында көрсетіп, мойындап отыр. Ең кемі бізге тұтынушыларға 70 градус келу керек екенін, 56 градус қайту керек екенін. Бірақ олар шын мәнінде халыққа жетімді болатын ақпараттарды халықтарға бермей жасырып отыр. Тұтынушы жеке азаматтарды сауатсыздық қалде ұстап отырғысы келеді. Жылу жырын жырлаған тұрғындардың бірі Гүлнара Айдарованың жылуға қарызы 60 мың теңгеден асып жығылыпты. Айтуынша, оның пәтерінде жылу мүлдем жоқ. 3 жылдан бері мұңын айтып бармаған жері қалмаған көп балалы ана сотқа шағымдану жайлы бүгін біліпті. Нұр Отанға да жаздық.
Нұр Отаннан бізге перерасчет істеп береміз деді дағын ешқандай